Үш оқиға қаз қалпында. Авторы Бибігүл Дәулетбекқызы. Өзіміздің қазақтарға ой саларлық өте мағыналы әңгіме. Дүкенге кірген орыс жігіті: "Маған бір қорап шоколад пен бір нанның ақшасын есептеп берсеңіз, ғажап болар еді" деді. Дүкенші қызда: "Сізден 565 теңге карточкамен төлейсіз бе?" деп күлді. "Жоқ, ақшалай төлесем бе деп тұрмын." "Мә, алыңыз" деп 1000 теңге ұсынды. "435 теңге қалған ақшаңызды есептеп алсаңыз" дейді дүкенші жымиып. Орыс жігіті де: "Сізге сенемін. Сонда да қазақша үйренуім үшін 435 теңгемді санап алайын" дегенде, артында тұрғанмен мырс етіп күліп жібердім. Орыс жігіт кетіп бара жатып: "Түндеріңіз тыныш болсын" деді де иіліп қоштасты. Ол кеткен соң жалма-жан сұрадым: "Бұл кім?" деп. "Ой, қазақша үйреніп жүрген Андрей ғой. Осылай ежіктеп тұрады, кішкентай бала секілді. Осы үйге көшіп келгелі сол еркек өзіміздің қазақ екенімізді сезіндік. Андрей, сіз не үшін үйреніп жүрсіз қазақ тілін десем, ол кісі: әжем көріп келеді. Сол кісі айтты, бір жылдар келеді, Қазақстанды таза қазақша сөйлейтін ұлтшыл адам билейді. Сол кезде қиналып кетпес үшін осы бастан қазақша үйрен. Әйтпесе нансыз қаласың" деп. Бала кезімде мән бермедім. Ресейге барып оқыдым. Өзімнің қажетсіз екенімді ол елге барғанымда ұқтым. Бізді ол жақтан менсінбейді. Жасым келе бастаған соң ақыл кіріп, әжемнің сөзі еске түсті. Бір жағынан туып өскен жерімнің неге тілін үйренбеске дедім. Енді кеште болса қолыма алайын деп шештім деді. Бізге де: "Сіздер менімен орысша сөйлеспеңіздер, тек қазақша сөйлесейік, сонда мен тез үйренемін" дейді. Айтпақшы, Андрей қарамағындағы қызметкерлермен де қазақша сөйлеседі. Өңкей южандарды алған жанына. Соның арқасында бір жылдың ішінде осылай сөйлеп жүр деп аяқтады дүкенші қыз күліп. Міне, қазақша сөйлей алмаймын дегендерге мысал. Үйренемін деген кез келген адам үйренеді. Үйренгісі келмеген адам түрлі сылтаудың себебін іздейді. Бала кезінде балабақшаның орысша болғанын, мектепте орыстармен оқығанын және қырт-бырт әңгімелерді құрастыра береді. Ал Андрей болса, жылдам тіл үйренудің жолын жақсы тапты. Есіме 2011 жылғы мына бір оқиға түсіп кетті. Лифт күтіп тұрмыз. Жасы 70-ті алқымдаған көзілдірікті атай немересімен сөйлесіп тұр. "Ұлты грек, әлде еврей ме?" деп топшыладым. "Катюш, бүгін қанша алдың сабақтан?" деп сұрады 12-лер шамасындағы қыз балаға. "Ата, ағылшыннан өте жақсы баға алдым, ал қазақ тілінен нашар алдым" деді. Сонда атай басы шайқап тұрып: "Сен Қазақстанда тұрып жатырсың, Катюша, Англияда емес. Сен есейген соң Англияда өмір сүрмейсің, Қазақстанда өмір сүресің. Біз кетеміз. Сендер жастар қаласыңдар. Сол кезде сен секілді жас президент болады. Ал ол өз елінің қожайыны болып заң жүргізе алады. Сонда тек қазақша болса, сен не істейсің, а? Англияға көшесің бе? Дұрыс емес. Бүгіннен бастап қазақша курсқа жазыласың. Әкемен қазір үйге барғанда сөйлесемін" деді. Тура 10 жылдан соң мына Андрей алдымнан шығып тұр. Иә, біздің қазақтар қалғып мүлгіп, қазақшаны менсінбей жүргенде, Андрейлерің қазақ тілін үйреніп жүр. Айтпақшы, өткен аптада Аялы Алахан бағдарламасының эфирінен шыққан Светлана да үйінде қазақша сөйлейді. Ұлты Артем да қазақшаға судай. Артем керек десеңіз, есімін де қазақшалап алған. Темірлан деп, достарының қойғаны. Өзіне ұнайды, қазақша сөйлеген ұнайды. Себебі балалар үйінде жүргенімде қазақ балалар мені қорғайтын, ешкімге ұрғызбайтын. Автомойкадағы бастығым да қазақша сөйлегенім ұнап, бірден жұмыс қалды. "Бейбат әте, қазақ деген ұлт ішімде жатыр ғой менің" деп күлдіртті бізді. Елдің балалары қазақ бола алмай жүрсе, біздің маубастар өз тілдерін менсінбей мәңгүрттеніп жүр. Қызық халықпыз негізі. Қызықпыз. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.
өзіміздің Қазақстан деген еліміз бар, ұлтымыз бар, көк туымыз барлығы бар үлкен байрақты мемлекетпіз. Бір әдемі сөз бар. Әрбір құл өзінің қожайын тілінде сөйлейді деген. Сондықтан ешқандай ұлтқа құл болмай, тек өзіміздің қазақ тілінде сөйлейік. Өз тілімізді ұмытпайық, ағайын. Назарларыңызға рахмет.